Баршаңызға сәлем. Бүгін тыныс алу жол ауруларының ішінде ең жиі кездесетін ауру пневмония туралы айтатын боламын. Күнделікті өмірде біз оттегін, яғни ауаны жұтқан кезде ол ең бірінші трахеяға түсіп, одан бронхқа, ары қарай бронхиолаға, ең соңында альвеолаға түседі. Альвеола дегеніміз бұл қапшық тәрізді сыртын майда қан тамырлар қоршап жатады. Бұл жерде біздің газ алмасу процесіміз жүреді. Яғни жұтқан ауамыз альвеола ішіндегі қан тамырларға өтіп, қан тамырдағы SO2, яғни көмірқышқыл газы альвеолаға түсіп, сыртқа қарай шығарылады. Сонымен бірге біз оттегімен бөлек басқа да микроорганизмдер жұтамыз. Бірақ олар өкпеге түскен кезде біздің иммунитетіміз оларға қарсы тұрып, оларды жойып отырады. Егер адамның иммунитеті төмендеп кететін болса, онда жаңағы альвеолада қабынулық процесс дамып, бізде пневмония ауруы дамиды. Пневмонияның негізгі себебі ол ең бірінші жаңағы бактериялар. Соның ішінде пневмокок, одан бөлек вирустар, коронавирус, грипп вирусы, аденовирустар. Егер адамның иммунитеті төмен болатын болса, онда тіпті санарқұлақтардың өзі пневмонияға алып келе алады. Енді негізгі жалыптарына, науқастың шағымдарына келетін болсақ, ең бірінші бізде дене температурасының көтерілуі, сонымен бірге жаңағы шаршағыштық сезімі болуы мүмкін, қалтырау сезімі. Одан кейін бізде жаңағы альвеола іші сұйықтыққа толғандықтан бізде одышка пайда болып, жөтел пайда болуы мүмкін. Көкірек тұсында ауырсыну сезімдері болады. Осы жөтел ересектерде, яғни қарқынды түрде көп пайда болатын болса, кішкентай балалар мен үлкен кісілерде көбінде, яғни құрғақ жөтел пайда болады. Ал жаңағы одышка көбінде, яғни демалмау, ол жаңағы физикалық нагрузка түскен кезде пайда болады. Классификациясы, яғни жіктелуіне келетін болсақ, аурухана ішілік, ауруханадан тыс деп бөлеміз. Аурухана ішілік дегеніміз ол ауруханада басқа бір аурумен жатып, пневмонияны жұқтырып алу. Ал ауруханадан тыс дегеніміз, яғни ауруханадан бөлек жерлерде пневмонияны жұқтырып алуын айтамыз. Және де ауырлық дәрежесіне байланысты жеңіл және де ауыр деп бөлеміз. Жаңағы өкпенің зақымдалған орналасқан жеріне де байланысты бөліктік пневмония, сегменттік, ошақтық пневмония деп бөлеміз. Жалпы диагностикасына келетін болсақ, ең бірінші науқастың шағымдарына қараймыз. Дене температурасының көтерілуі, жөтел, демалудың қиындауы, немесе қақырық пайда болу, кеуде тұсының ауырсыну болуы мүмкін. Одан кейін жаңағы физикалық тексеру, яғни дауыс дірілінің өзгеруі, немесе хриптар, крепитация пайда болуы. Кейін жаңағы инструментальды зерттеулер, бұл жерде рентгенді тікелей немесе жаңағы боковой түсіреміз. Біз рентгенде егер адамда пневмония дамитын болса, онда жаңағы қараю ошақтарын байқай аламыз. Лабораторлы зерттеуде жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, биохимиялық анализ, одан кейін жаңағы С-реактивті биологтық тексеруге болады. Жалпы еміне келетін болсақ, ең бірінші жаңағы үй жағдайында интоксикациялық синдромдарды басып, қақырықтың көп мөлшерде бөліну үшін егер қарсы көрсетілім болмайтын болса, көп мөлшерде сұйықтық қабылдау керек. Сонымен бірге пневмония ауыр дәрежеде болмаса, физикалық белсенді күйде болып, әртүрлі тыныс алуға жаттығулар жасаған дұрыс болады. Зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Медикаментозды, яғни дәрілік емге келетін болсақ, ол пневмонияның түріне байланысты дәрігер тағайындайды. Вирустан болатын болса, вирусқа қарсы, яғни противовирусный препараттар, ал бактерия шақыратын болса, онда антибактериалды ем қолданылады.